Сәлеметсіздер ме, сіздермен бірге даналық сөздер арнасы. Бүгінгі топтамамызға көшейік. Ақымаққа ақыл айтсан, дұшпанына теңейді. Әйеліңізбен ақылдасыңыз, бірақ оның айтқанын керісінше істеңіз. Жүрек тыныштығы бір қап алтыннан да қымбат нығмет. Аяғынан айырылған адамды көргенге дейін аяқ киімімнің жоқтығына қапаланатын едім. Сабыр, бұл тамыры ащы, бірақ жемісі тәтті күрес. Ешқашан қайта оралмайтын үш нәрсе: атылған оқ, айтылған сөз, жіберіп алған мүмкіндік. Үйлену бір айлық қуаныш пен мәңгілік реніш әкеледі. Бұқа мүйізінен, адам тілінен байланады. Алланы ғана мақтап, өзіңізді ғана сынаңыз. Бірдеңе істегісі келген адам амалын табады, ал ештеңе істегісі келмейтін адам сылтау табады. Қатыгездік қорқақтың қаруы. Тек еркін адам ғана берген уәдесін орындай алады. Абай бол, әйелді жылатпа, өйткені Алла оның көз жасын санайды. Егер итке ісін түссе, оған ағатай деп мәміле қыла бер. Әр сұлулықтың бір нұқсаны болады. Қорықсан сөйлеме, сөйлесен қорықпа. Жаралы бүркіттен сұрапты: сені неге сонша мұң басқан? Сонда бүркіт: мені атқан жебенің артында бауырымның қауырсыны бар еді депті. Өзіне қажеті жоқ нәрсенің сатып алуды доғармаған кісі өзіне қажет нәрсесін сатуына тура келеді. Наданның ашуы сөзінде, ақылдының ашуы ісінде белгілі болады. Екі нәрсенің қадірін жоғалтқанда ғана білерсің: жастық шақ пен денсаулық. Нығметтердің ең жақсысы ақыл, бақытсыздықтың ең жаманы ақымақтық. Бөрілерге жем болғың келмесе, өзің бөрі бол. Әйелді ұзақтан, бақшаны жақыннан таңдаңыз. Саған бұйырған нәрсе сені сөзсіз табады. Кешегі күнді ұмыт, ертеңгі күнді уайымдама, бүгінгі күннің қадіріне жет. Әйелдер де түйелер секілді, жүздегеннің арасынан мінуге жарамды біреуін ғана табасын. Шектен тыс әзіл адамды абыройдан айырады. Шектен тыс жұмсақ болма, жаншып тастайды. Шектен тыс қатты болма, сындырып тастайды. Қабырға артындағы мың дұшпаннан жанында жүрген бір дұшпан қауіпті. Есек өзіне мүйіз сұраймын деп құлақсыз қалыпты. Сіздермен бірге болған даналық сөздер арнасы. Лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз. Қош сау болыңыз.